Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Лавр жапырағының пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Лавр жапырағы қос иісі үшін жақсы көретін дәмдеуіш, дегенмен ол витаминдер мен микроэлементтердің көзі болып табылады. Лавр жапырағының құрамында көптеген компоненттер кіреді. Мысалы, В дәрумендері В1, В2, В6, В9, А және С дәрумендері. Оның құрамында калий, кальций, магний, натрий, фосфор, темір, мырыш, мыс, марганец, селен және құмырсқа қышқылдары бар. Лавр жапырақтарының емдік қасиетіне тоқталайық. Халық медицинасында суық деп қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стакан суға салып, үстіне 1 ас қасық содасын салады. 15 минут ақырын отта қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып жылыда ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болып тұру қажет. Көз бұлшықтанып, түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стакан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, тампон қояды. Осы судан ішуге де болады. Лавр жапырағын жұмсақ антигистамин ретінде қолдануға болады. Дезинфекциялаушы лавр қайнатпасында проблемалы терісі бар аллергияға бейім нәрестелерді шомылу пайдалы. Лавр суы бар лосьондар диатез бен дерматит жараларынан туындаған жараларды емдеуге көмектеседі. Үй жағдайында қолтықтағы жағымсыз иісті кетіру үшін лавр жапырағы таптырмас құрал. Ол үшін қайнаған 1 стакан суға 4-5 лавр жапырағын салып, 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып, күніне 2 уақыт таңертең кешке қолтық тұсын сүртсеңіз, өте жақсы көмектеседі. Лавр жапырағын көп мөлшерде қолдану денеге зиян келтіруі мүмкін. Қарсы көрсеткіштер: жүктілікте, жүрек және қан тамырлары ауруларында, іш қату, асқазанында ойық жарасы бар, аллергиялық реакцияға бейім, бүйрек және бауыр ауруларында қолдануға болмайды. Ақпарат ұнаған болса, каналға жазылып, келесі ақпаратты жіберіп алмас үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыз.